Құрметті Ғақлия бағдарламасының көрермендері, бүгін біздің сұхбатты жүргізетін көріктетін Оғыз Доған деген мырза. Бұл кісіні барлығыңыз танисыздар. Эйр Астанаға байланысты оқиғаның басты кейіпкері. Тәуелсіздік алынған жылы дүниеге келген балалар бүгін отбасылы болып, бала шағалы болып жүр. Бұл ширек ғасырдан да көп уақыт қой айналайын. Дұрыс айтасыз. Енді 95 жылдан бері Қазақстанға келіп жүрмін. Сол 95 жылдан бастап осы проблемаларды мен көріп, куә болып жүрген адаммын. Жарай, сол алғашқы жылдары шыдадық. Шыдадық дегенде мен өзімді қазақтың бауыры ретінде есептеп отырмын. Жаным ашиды. Неге? Біз мектеп кезінде Қазақстанның, Өзбекстанның, осы түркі республикаларының тәуелсіздігін армандап жүрген балалар болдық біз. Сөйтіп өстік. Ататүріктің сол 30 жылдары айтқан сөздеріне біз сендік. Сол жерде кеңестік одақтың құрамында біздің бір туған бауырларымыз бар. Ататүрік осындай бізге тапсырма қалдырып кетті. Олар бір күні тәуелсіз болады. Оларға қол ұшын беруге дайын болыңдар деген біздің көсеміміздің бізге тапсырмасы бар. Біз соған сеніп, Аллаға сеніп, Қазақстанның тәуелсіздігін аңсап жүрген балалар болдық біз. Енді Құдайға шүкір, мыңда бір шүкір, Құдай тағала бізге Қазақстанымызға бұл тәуелсіздікті нәсіп етті. Бірақ 26 жыл өткеннен кейін әлі күнде қазақ тілінің қорланып келгені бұл адам баласы шыдайтын нәрсе емес. Оғызға өте дұрыс айтасыз. Бірақ мен мына сұрақты қойғым келіп жатыр. Бұл жалпы бүкіл қазақ әлеуметтік желінің оқырмандарының бүкілінің көкейінде жүрген сұрақ. Жалпы өзіңіздің болашағыңызды, балаларыңыздың болашағын осы Қазақстанмен байланыстырасыз ба? Мен жалпы түркі дүниесінің болашағын Қазақстанмен байланыстырамын. Мен жазған барлық мақалаларымда, сіз білесіздер ғой, мен филология ғылымдарының докторымын. Мен қазақ тілінің маманымын. Тек қана қазақ тілінің жанашыры емеспін. Осы ғылым саласында қазақ тілін зерттеп жүрген адаммын. Қазақ тілін зерттегенде қазақ халқының психологиясында көріп куә боласың. Мен жалпы түркі дүниесінің болашағын Қазақстанмен байланыстырамын. Себебі мен айтып кеткенде, көп рет айтып кеткенде, қазақ халқы осы түркі халықтарының ішінде намысы ең күшті халықтардың бірі. Енді сіздер осын байқап отырсыздар ма, байқап отқан жоқсыздар ма, оны білмеймін. Бұлай ойлаңыздар. Балық суда жүріп, судың не екенін білмейді. Неге? Балық себебі сусыздық деген нәрсені бастан көрген жоқ. А сіздер сол намысты қазақтың ішінде жүріп, мүмкін қазақтың қадірін білмейтін шығарсыздар. Біз сырттан қазақтың қандай намысшыл халық екенін, қандай мықты халық екенін мен жеке басым көріп отырмын. Мен әрқашанда айтып кеткендей, Қазақстан Республикасы және оның халқы, қазақ халқы, ұлы қазақ халқы бір күні барлық түркі дүниесіне көшбасшы болуға лайықты жалғыз халық. Мен әрине, мен туып өскен Түркия Республикам, мен де мақтанамын. Түркиямды да мен мақтан тұтамын. Бірақ бұл социологиялық шындық болып отыр. Қазақтар ғана түркі дүниесінің көшбасшысы бола алады. Неге? Біріншіден, қазақ халқы қан жағынан да, салт дәстүрлері жағынан да, музыкасы жағынан да, тілі жағынан да ең таза өзін сақтаған түркі халықтардың ең басында айтуға болатын халық. Екіншіден, қазақтың тарихында қараңыздар, қазақ хандығы деген кезең бар. Содан кейін барлық түркі дүниесі орта ғасырлық сана сезімде жүрген кезде Алаш Орда деген зиялылардың
қозғалысы бар қазақтың тарихында. Оларды жай ғана құр сөзбен еске алуға болмайды. Олар кез келген адамдарға ұқсамайды. Олар ұлт зиялылары. Біріншіден олар зиялылар, екіншісі ұлтжанды адамдар. Олар түркі бірлігін армандап жүрген адамдар болды. Бәрімізді, біз Түркияда өзімізді түрк деп атамай жүрген кезде Осман империясына түріктер мұсылман деп қана аталып келді. Қашанға шейін 23-ші жылы Мұстафа Кемал Ататүрк республиканы құрғаннан кейін халыққа түрік атын ескертті, есіне түсірді. Бірақ осыдан бұрын құрылған Алашорда мемлекеті, Алашорда үкіметі біздің түркілігімізді, салт дәстүрімізді әр қашанда айтып, өзінің ресми газеті, қазақ газетінде сол туралы Мұстафалар, Мағжандар, Бөкей хандар, Міржақыптар сансыз мақалалар жазып, халыққа осыны уағыздап келді. Сол үшін тарихында қазақ хандығы және Алашорда үкіметі кезеңі бар қазақ халқы өзін бүгінгі шейін жоңғар басқыншылығына қарамастан, ашаршылыққа қарамастан өзін сақтап келіп, мың өлсе де, мың тірілгенді білген қазақ халқы барлық түркі дүниесіне көшбасшы болады. Мен ертең өліп кетем, сіздер жастар осыған куә боласыздар. Сол мен айтарым сол. Жақсы Оғыз аға, мынау айтқаныңызға рахмет, бірақ мынау Алаш туралы айтайын. Мен де өзім осы Алаш тақырыбын кішкене зерттеген адам. Негізі Алаш, білесіз ғой, жалпы қиыншылық болған кезде өзі адам сондайға мәжбүр болады. Алаш қозғалысын құруға, жалпы мынау түркі елдердің арасынан ең қатты кеңес одағының тісіп жатқан ел ол қазақтар. Иә, дұрыс. Халқының жартысы қырылып кетті, зиялыларын қырды, геноцид болды ғой жалпы алғанда. Иә, өкінішке орай. Негізі ол мәжбүрмен барғанда өлемейсіз бе ондайға? Мысалы түркмендерде болмады, өйткені оған себеп болмаған шығар мүмкін. Жоқ, себеп болды. Былай қараңыз, Алашорда қозғалысы біріншіден ұлт азаттық қозғалысы дегенмен ағарту жұмыстарын қолға алған қозғалыс, дұрыс па? Неге? Барлық түркі халықтар, оның ішінде Осман империясында біз орта ғасырда қалдық. Біз әлхамдулилля мұсылманбыз. Бірақ Мұхаммед пайғамбардың айтқан сөздерін біз тыңдамай, біз білімді, ғылымды бір жаққа қойып, орта ғасырда қалып, біз дамымай қалдық, дұрыс па? Сол үшін Еуропа елдері дамып кетті. Орыстың өзі дамымаған халық болатын ғой, біз білесіздер ғой. Бірақ біз орта ғасырда қалған күйімізде қалғанымызға қарамастан, олар дамып кетті. Әдебиетте дамыды орыстар. Технологияда дамыды, әскери технологияда дамыды, дұрыс па? Біз орнымызда, Құдай сақтасын, Құранымызды оқып отырдық. Құран оқығанда әрине жаман емес. Бірақ мұсылмандықтың бұйрықтарына біз басымызды иген жоқпыз, осыны мойындайық. Сол үшін біз оққан жоқпыз. Сіз білесіздер ғой, Әл-Бирунилер, Әл-Фарабилер бәрі бізден шықты емес пе? Сол кезең сол жер тоқтап, сол ұлы кісілер өмірден өтіп кеткеннен кейін біздің ата-бабаларымыз өкінішке орай ешқандай алға басқан жоқ, сол орта ғасырда қалды. Алашорда қозғалысының бір маңызды ерекшелігі, ол ұлт азаттық қозғалысы болғанмен ағартушылық, білім, ғылым, өнгу, даму деген жолды таңдаған қозғалыс. Мысал үшін, егерде большевиктер басып алмағанда, Қазақ, Қырғыз жері, Орталық Азия, Түркістан дейміз ғой, Батыс Түркістан жері өзінен өзі халықты оятып, білім, ғылым жолына тартатын еді. Алашорда қозғалысы соған болған дайындық болатын. Большевиктер келді, содан кейін білесіз ғой, сол репрессияға ұшыратып, сол зиялыларымыздың бәрін атып тастағаннан кейін, сендер бұл көшпелі азиялық халықтар, азияттар, біз сіздерге мәдениетті үйреттік деді ғой.
үйреттік деді. Әлі күнде көп отандасымызда өкінішке орай, я дұрыс, ол біз орыстардан үйрендік деп жүр. Өкінішке орай бұл шындық іс жүзінде солай. Бірақ большевиктер келмегеннің өзінде ақ патша құлап, егерде Алашорда мемлекетінің өмірі ұзақ болғанда, олар ешқандай орыстардан, большевиктерден, басқалардан көмек сұрамай-ақ өздерінің халықтарын оятып, білім жолына, ғылым жолына, ағартушылық жолына тартатын еді. Біздің өкінішке орай сол Алашорданың тағдыры оңтүстікте Түркістан автономиясының, Қоқан автономиясының тағдыры солай болды. Сол Түркістан, Қоқан автономиясында да негізгі біз жадидизм дейміз ғой, естіген шығарсыз. Жадидизм деген ағым жаңалану деген мағынаны білдіреді. Ол Өзбекстанда тір болды. Сол жерде Фытрат деген зиялыларымыз, Шолпан деген зиялыларымыз соны қолға алды. Халықты оятуға, сол орта ғасырлық ұйқыдан, қараңғылықтан құтқаруға белін буған болатын. Өкінішке орай бұл большевиктер келіп, бәрін атып тастағаннан кейін біз орысқа ғана рахмет айтатын елге айналдық.